Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Эфирде Атқан таң бағдарламасы. Сіздермен бірге бүгінгі таңда қарсы алып, керемет көңіл күй сыйлайтын мен Мақпал Жүнісова. Бағдарлама басын ауа райы болжамынан бастайық. Назарларыңызда ақпан айының 3-ші жұлдызына арналған ауа райы болжамы. Тарбағатайда күндіз -4, түнде -15 градус. Бесқарағайда күндіз -9, түнде -22 градус. Барадулихада күндіз -12, түнде -22 градус. Көкпектіде күндіз -13, түнде -25 градус. Жармада күндіз -11, түнде -23 градус. Үржарда күндіз -3, түнде -13 градус. Аягөзде күндіз -7, түнде -23 градус. Семейде күндіз -13, түнде -24 градус. Ит жеті қазынаның бірі демекші, итті атам қазақ ежелден құрметтеген. Солардың бірі Құмай тазы. Тазы өте ерекше тұқымды ит. Сол тазыны күтіп баптайтын тазы жанашырлары бүгін бізде қонақта. Садуов Айдар және Валиханов Сұлтан. Қош келдіңіздер. Біздің студияға өздеріңіздің тазыларыңызбен бірге келіпсіздер. Жалпы тазымызды өзіміздің қалай сақтап қаламыз, яғни құжат жағынан көптеген елдер біздің тазымызға көз салуда. Мысалы, Түркменстан, Түркия, Ресей, Қырғызстан елдері. Бізде қағаз жүзінде тіркелмеген тазыларымыз. Сол бойынша қағаз жүзіне құжаттандырса, тазыны санын көбейтіп, сонда сақтап қаламыз. Мемлекет тарапынан қандай көмек бар? Яғни көптеген жарыстар ұйымдастырыла ма? Соңғы 2 жыл бұрын, 2 жылдың ішінде осы таз жарыстар өте кеңінен жақсы қолға алынып жатыр. Өйткені кейбір таз жүгіртіп жүрген, ит баптап жүрген кісілер осыны қолға алды. Яғни ол көбінесе осы Астана, Алматы қалаларында жарыстар болып жатыр. Тіпті осы таз саласында жүрген кісілер арнайы өз қалталарынан жаңағыдай жүлде қорын тағайындап, жаңағыдай сондай жарыстар болған. Оған енді өз қаражаттарынан мүмкін осы былтырлары болды. Мысалы, бір жүлдеге, ең басты жүлдеге, мысалы, құнан жылқыны бәйге аттарын тіпті тіккен. Сөйтіп, ол жаңағындай жарыстарды өткізу ол біз үшін өте маңызды, өйткені сол арқылы біздің тазымыздың мықты тазылар анықталады. Ол тіпті сұрыптау жұмыстарына да жақсы болады. Ертең біз сол мысалы ішінен шыққан, өзі дара бөлініп шыққан тазылар болатын болса, біз соған қосып, өз қаншығымызды мысалы қаншығымызды апарып қостырып аламыз. Сол арқылы өзіміздің бұлардың күшіктерінің жаңағыдай жұмыс қабілеттері, рабочий качество дейді, жұмыс қабілеттері өте күшті болады. Келешекте ол мүмкін жаңағыдай ерте жасынан бастап аңға түсе бастайды, жаңағыдай жүйрік болады, және де жүректі болады. Бұрынғы тазылар мен қазіргі тазылардың айырмашылығы қандай? Айырмашылық бар ма жалпы? Жалпы енді өз көп естіп жатамыз. Мысалы, үлкен кісілерде ақсақалдарымыздан естіп жатамыз. Өйткені ол кісілердің айтуы бойынша бұрынғы тазыларымыз өте ірі болған. Және біз де соған келе жатырмыз. Өйткені қазіргі кезде көптеген тазыларымыз сақталып кетті, бойлары кішірейіп. Ол өйткені бір қанға қосыла бергендіктен деп ойлаймын өз басым. Яғни қанды алмастырып тұру керек. Иә, қанды алмастырып отыру керек. Және сол қазір ақсақалдармен бұрынғы фотоларды қарап отырмыз. Өйткені ол кісілердің айтуы бойынша бұрынғы тазы өте биік болған. Және олар өте күшті әлді болған. Мысалы, қазіргі таздарымыз олар былайша айтқанда тонбайды деуге келеді, бірақ енді әлдейді не деген суыққа төзімді келеді, және де алысқа жүгіріске жақсы болады олар. Айтулары бойынша, мысалы, тазы жаңағындай, сол кездің тазылары. Мысалы, 100 метрден кеткен қоянды дейді. Сол алысқа қашырмай, 100 метрден қашса, ары қарай 100 метр қудырар, одан кетпейді қоян. Ол қоян сол иттікі, ол алынбайды. Тез алып алады. Тез алып алады, иә. Жалпы тазы күшікті кішкентайынан қалай аңға баулайсыздар? Кішкентайдан баулағанда оны үлкен дертімен ойнатып, кішкентай кезінен.
Одан өскеннен 7-8 айынан бастап тірі аңға қоса бастайды. Сонда өзі үйреніп алады, Иә, аң өте. аулауды, жүгіруді. Өзі тез баулып кетеді. Олар өз қасиеттерінде солай. Иә. Қандарында бар. Қандарында болады. Енді осы тазылармен бірге аңға да шығып тұрасыздар. Аңға шыққан кезден бір қызықты оқиға болса айтып өтсеңіздер. Былайша айтқанда кез келген адамға бұл бұйыра бермейді. Ол өзі мүмкін бір кісілер аталарына тартып жатады, бір кісілер тумасынан итке қызық құмар болады. Мен былайша айтайын, бұдан ләззат аламыз. Аңға шыққан кезде бұл қоянға, мейлі қоян болсын, мейлі қандай аң болсын, ол тазының жүгірісінен, былайша айтқанда созылып, керіліп өздері талпынысып жүгіргенде біз содан ләззат аламыз. Ол мәселе мысалы кейбір адамдар айтып жатады, ой сендер мысалы аңды қырасыңдар, ол ондай емес. Ол тіпті кейбір адамдар мылтықпен де шығып жатады, тіпті мылтықтан ол аң құтылмайды. Мысалы тіпті міне жатқан қоянды ол мылтықпен келіп қоянды көтеріп атса, ол бір-екі үйреніп алса, мергендігі қабілеті болса, ол ертең қояннан қоян қалды. Ал бұл тазы деген ол табиғаттың бір несі деп айтуға болады. Былайша айтқанда тазартушы деп айтуға болады. Мысалы әлсіз қоян болса, ол бұйырады. Мысалы жүйрік емес, мысалы. Иә. Ол бұйырады, қаншағаны байлап алып кетесің. Ал енді бұйырмаса, ол табиғаттың заңдылығы. Ол былайша айтқанда қояндардың қандай аң болса да, ол селекция ретінде жүріп отырады деп айтуға болады. Иә. Сіздерде жалпы сонда тек қызығушылық, иә, тазыға деген өздеріңіз қызығып Иә, бір жағынан бұл тазыға деген қызығушылық бұл аңға шыққанда тіпті сен аттың үстінде келе жатып, аңды болған ол бір ерекше бір адреналин сияқты болады, ол өте сондай бір жақсы, күшті әсерде боласың. Жақсы, Сұлтан, сіз осы тазыларды зерттеп, өзіңіз бір кітап шығарғалы жатыр екенсіз, сол туралы айтып өтсеңіз. Осы ағаларымыздың арқасы, ағаларымыздан ақыл сұрап, ол кісілердің әңгімелерін тыңдап жүрміз. Соны енді бұрынғы тазыларымыз, шығыстың тазылары қандай болған? Өйткені қазір тазылар әртүрлі болып кетті, тіпті былайша айтқанда бірдей қалыпқа келтіруіміз керек. Мен сол бұрынғы тазыларды зерттеп, өзімше бір шағын ғана Шығыс Қазақстанның бұрынғы тазыларын зерттеп көрмекпін. Өйткені ол ертең келешек жас ұрпаққа да осы тазымыз қандай болғаны ол өте маңызды, және де сол мысалы кітап жазу арқылы ол әртүрлі жан-жақта, мысалы осы Шығыс Қазақстанның өзінде Күршім аудандары бар, Барадулиха жақ бар, осы біздің Абай ауданы, бүкіл ауданда болсын әртүрлі мықты тазылар болған. Сол мықты тазылар сол қандай аңға түскен, қаншалықты жүйрік болған соның ақсақалдардың естіп, соны бір қағаз бетіне түсірмек ой бар. Қазақстан бойынша тазыны құжаттандыру жұмысы қалай жүргізіліп жатыр? Құжаттандыру жұмысы осы қазір біршама артты деп айтуға болады. Құжаттандыру жұмысы көптеген дейтін қазір құжаттар бар. Осымызды мысалы Арлан тазымыздың аты Арлан. Құжаттан бәрін жүргіздік. Мысалы өз тазыларымыздың бәрін құжаттандырдық. Енді былайша айтайын, көптеген аңшылық қабілеті бар жігіттер, таз ұстап жүрген жігіттер жай ғана аңшылыққа ғана бейімдел. Тек осы тазыны қатты дейін қойып жүрген жоқ көбісі. Осыны дейін қойсақ деген ой бар бізде. Осы тазымыздың құжаттандыру жұмыстарын әрбір осы қазақ жігіттеріне құлақ қағыс болсын. Осы өздеріңіздің тазыларыңызды көрмеге көбірек апарып, оның жаңағы стандартқа қаншалықты сай келеді, сол документтердің құжаттарын жасап, соны тез арада осы әлемге мойындатсақ, осы тазымызды, осы атадан қалған мұрамыз ғой. Иә, жоғалтып алмай. Иә, жоғалтып алмай, өйткені мен ойлаймын, осы қанша еңбегіміз кетті, осы бізден бұрын енді көптен ақсақалдарымыздың. Соны енді бағалай біліп, аман сақтап қалсақ деп ойлаймын. Өйткені көрінгеннің аузында кетпесе екен деп ойлаймын. Өйткені қазір жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, Ресей көз салып отыр. Олардың айтуы бойынша осы тазыны олар ертең ешқашан құмай тазы, қазақтың құмай тазысы деп айтпайды олар.
Өздеріне олардың айтуы бойынша среднеазиатская борзая деп айтады. мойындамайды, яғни Иә, біздің ол тазымыз ешқашан екенін. содан кейін ол бір жағынан бізге де ол өте ауыр болып тұрады, өйткені қаншалықты бұған қанша күш кетті, қанша уақыт кетті. Бұған қырғыздар да көз салып отыр. Олар қазір дәл олардың тазылары дәл біздікі сияқты. Төменгі жақтарында шашақтары көп болады олар, ол иттердің. Олар қазір біздің тазымызды өйстіп тайған деп салып жатыр. Олардың иттері тайған болып саналады. Одан басқа Түркия мемлекеті көз салып отыр. Олардың айтуы бойынша жаңағыдай сұлтан тазы деп айтады тазыларын. Ол да біздің тазыдан ешқандай айырмашылық жоқ. Оларды кезінде енді көшпенді халық болғанда, көшпенді заман болған кезде оларға да тараған, бірақ соншалықты біз сияқты көп саны жоқ деп айтуға болады оларда. Өйткені бұл біздің Қазақстанда ғана тазылар көбейді, тазы орталық Қазақстан болып табылады негізі. Және осы айта кетсем, Түркменстан мемлекеті. Түркменстан мемлекеті олардың айтуы бойынша түркмен тазысы деп айтады олар. Олардың тазылары шағын келеді, ұсақ. Біздше айтқанда қазір олар бізде оңтүстік жақта кішкентай тазылар болады, олар ши тазы деп айтады кейде. Көбінесе сондай денелі, шағын денелі, олар мысалы қатты үлкен аңдарға шаппайды. Ал негізі біздің тазыдан айырмашылығы, біздің тазы қандай болсын, мүмкін ол қасқыр болсын, мүмкін ол үлкен жаңа аша тұяқты жануарлар болсын, ол елік болсын, қандай жануар болсын, олар біздіктерді түсе береді. Жалпы осы тазыны қанша уақыттан бері баптап өсіріп келе жатырсыздар? 10 жыл көлемінде болды. Иә. Тазыға қызығушылық басталғанда. Яғни 10 жылдан бері айналысып келе жатырсыз. 10 жыл болды. Кейінгі 3-4 жылда документ құжат жағына қарай бой бұрып, жылына 2 рет көрме болып тұрады. Иә. Көрмеге апарамыз. Өзімізде семейде. Қазір жеңілдіктер берді. Бұрын 2 көрме керек болатын документ алу үшін. Қазір 1 көрмемен документ жасауға болады. Жеңілдіктері. Сол жағына енді кішкене не болса, документ жағына қарай бой бұрса. Иә, яғни әр тазының өзінің жеке құжаты болуы керек, иә? Құжат былай енді ол құжатсыз санға кірмейді ғой. Қағаз жүзіне тіркелмейді. Тазы ұстап жүргеніміз 5 жылдың көлемінде болып қалды. Ол енді бала кезден деп айтуға болады. Осы 6 сыныптан бастап біз ауылға осы біздің ауылға бір кісі көшіп келді. Ол кісінің жаңағыдай 2 тазысы болды. Сол тазысына қызығып, ең алғаш ол тазының жүріс-тұрысы басқа иттерден қарағанда ерекше болады. Иә. Өзі ол сылдыр қағып жүреді. Сонысына қызықтым, одан кейін ақырындап аңға шығып бастадым. Сөйтіп ақырындап тазы ұстап кеттім. Ал мына ағамыз айтқандай құжаттандыру жұмысына осы 2 жыл болды. Мен осы үлкен атамыз бар, Енжебек атамыз, сол кісімен байланысқа шығып, ол кісіден күшік алып, одан басқа осы Әсет ағамыз бар, көптеген ағаларымыз бар. Ол кісілердің арқасында осы жақсы тұқымдарды алдық. Ол кісілер арнайы осы оңтүстік жақтан әкелдірді. Біз өзіміз негізі барынша қанды жиі алмастырып отыруға тырысамыз. Ол мысалы қаншығымыз күйлеп тұрса, осы жаңа айтып өткендей, мысалы Астана қаласында мықты арлан болатын болса, соған апарып, өз жаңағыдай ағалардың арқасында өз қалтамыздан қаражатымызды төгіп, соған жолын көтеріп, қаншығымызды қостыртып аламыз. Енді осы тазы жайлы айтатын болсақ, барлығына осы не болсын деймін. Көбінесе құжат жасаса деп ойлаймыз. Иә, кейінгі таза баптайтын адамдарға ақыл кеңесіңіз, яғни құжат жағын дұрыстау керек. Және осы қазір бізде көрмелер өткізіледі. Ол көрмелер Союз кинолог Қазақстана дейді, ол орталық бір сондай, аңшылық орталық. Иттердің бойынша, көбінесе иттердің көрмесіне түседі. Біз өзіміз соған апарамыз. Ол ертең соған, мысалы, 1000 тазының көлеміндей құжаттандыру жұмыстары жүргізіліп, сол 1000 тазының құжаты болатын болса, FCI дегенге қарайды, әлемдік организация, орталық деп айтуға болады. Сол арқылы біз тазымызды мойындатып, өзімізді әлемге мойындатамыз және өзіміздің тазымыз қылып алып қаламыз. Қызығушылық танытатын адамдар бар ма? Тазыға келіп, көрмеге көріп? Көрмеге біз соншалықты қазір ол көрме болып жатыр. Бірақ
қызығушылық танытатындар аз. Шын айту керек. Енді ит баптайтын кісілер ғана келеді. Шәл енді тазы жаңадан осы тазы күшігін алатын кісілер, осы тазыға қызығып жүрген кісілер көруге келеді деп ойлаймын өз басым. Енді айтып жатырмыз осы көрме үшін көп жаңағыдай насихат жүргізу керек деп ойлаймын. Көбінесе осы көрмеге тазыларымызды апарып, ол мысалы мейлі оның құжаты болмаса да, оны жаңағыдай бағалау жұмыстары жүргізеді, эксперт мысалы көреді, тіпті ол мейлі оның әкесінің, анасының құжаттары болмаса да, оған баға береді, сол арқылы нөлевка дейді, нөлден басталады. Ал мысалы қазір бізде ағаларымыздың осы тұқымдары, ол 4 атасына дейін бар. Яғни ол енді үлкен жұмыс талап етеді, өйткені 4 ата деген ол иттердің таза қандылығы деп айтуға болады. Ол қан тазарды деп айтуға болады. Тазының күшіктері нәзіктеу келеді дейді. Яғни қандай аурулармен ауырады? Сол туралы айтып өтсеңіздер. Осы шешесінің немесінде буынында жүрген болатын болса, ертерек дәрісін құртын түсіріп, одан кейін жаңағыдай вакцинасын саламыз. Кейіннен иттің аурулары өте көп. Және кейбір жұқпалы аурулар болады, сыртқы иттермен талас қалады, ондайда жаңағыдай жаралар пайда болады, қотырлар пайда болады, оны алдын алу керек. Және итті үнемі біз жаздың кезінде өз ағаларымыз әрқайсысы біледі, жуындырып отырамыз, нацидолмен, неше түрлі. Өйткені иттің жүні жаңағыдай тап-таза болу, ол жаңағы иттің көтеріліп жақсы жүгіруіне, иттің көңіл күйі де жақсы болатын болса, күйі жақсы болатын болса, семіз болып жаңағыдай жақсы болатын болса, ол ертең жақсы жүгіреді. Жаңағыдай бір айтады ғой, мысалы, қыран құс жаңағыдай аш болғанда алады, тазы тоқ болғанда алады дейді. Сол тазы ылғи тоқ жүру керек. Яғни тазының көңіл күйі жақсы болу керек. Көңіл күйі деп болады, оның бір жағынан былай жағдайы жақсы болу керек. Күтімі болу керек. Жақсы, көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге біздің студияға. Тоқты түс аралас махаббат сезімінің құшағына енеді. Ең маңызды деген оқиғалар үйден тыс жерде өтеді. Ол әлеуметтік желі болуы мүмкін. Сіздің танымалдығыңыз артып келеді. Сондықтан мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыз. Торпақ бүгін көпке нүкте қоюға себепші болады. Көп мүмкіндікті жіберіп алғаныңыз үшін өкінбеңіз. Өткенді өзгерту қолыңыздан келмесе де, оған деген көзқарасты өзгерте аласыз. Сондықтан жаңа мүмкіндіктерге жол ашылады. Егіздер, бүгінгі күн жаңа әрі ерекше істердің жүзеге асуына көмектеседі. Тылсым күштердің жолдайтын белгілерін, өзгелердің құпия сырын білу арқылы ғана анықтай аласыз. Алайда, негізгі жұмысыңызбен айналысуды ұмытып кетпеңіз. Сізді көп сыйлық күтіп тұр. Жеке өміріңізде де өзгерістер болады. Шаян, бүгінгі энергияңызды көп шығындайсыз. Уақытыңызды тек өзіңізге жұмсаңыз. Мұнымен қатар өзіңізде өзгелердің қатесін есіне салмаңыз. Кешке табиғат аясында серуендеуіңізге болады. Арыстан, өміріңіздегі тепе-теңдікті махаббатпен қылымсушылық бұзуы мүмкін. Өзіңізге жараспайтын әрекеттер жасаудан сақтаныңыз. Шыдамдылық танытыңыз, мақсаттарыңызға оңай қол жеткізесіз. Әзірге ең құнды идеялармен ешкіммен бөліспей тұрғаныңыз жөн. Бикеш, апта ертегідегідей таңғажайыпқа толы болуда. Алайда барлығы сіз ойлағандай емес. Көзден кеткен көңілден де алыстайды демекші, сізді достарыңыз ұмытып кетуі мүмкін. Сондықтан олардың хал жағдайын жиі сұрап тұрыңыз. Таразы, бір істі оңай орындай алсаңыз, қуаныңыз. Жоспарларыңыз жүзеге асуы сол адамға тікелей байланысты болмақ. Жаңа іспен айналысудан бас тартпаңыз. Алдыңызда тек жақсы күн күтіп тұр. Сары шаян, сіздің мейірімділігіңіз өзгелерге күн нұрындай шашылады. Өзіңізде жаныңызға жылу сыйлайтын жанмен жолығасыз. Кешке сүйіктіңіздің сізден не жасырып жүргенін білуге тырысыңыз. Мерген,
жолы болғыш бұл жандар кез келген іспен қуана айналыса алады. Ал жеке өміріңізде ашулану, еркелеу сынды мінезден аулақ болыңыз. Бастысы қолыңыздан көп іс келетініне өзгеден бұрын өзіңіз сеніңіз. Тауешкі. Бұған дейін бастан кешірген махаббат сезімі қайтып оралады. Сіз де, үйіңіз де көп қонақ шақыратын боласыздар. Көре алмай жүргендерден сақтанып, үйіңізге келген қонақтан пайда көруге тырысыңыз. Ұмыт болған достарыңызбен қайта табысуыңыз мүмкін. Суғойғыш. Бақталастарыңыздың қарсылығына тап болады. Байқағыштық қасиетіңіз болмаса да, алдыңызда қақсқайып күтіп тұрған қиындықты оңай шешесіз. Құдды жаныңызда періште көмектесіп жүргендей әсерде боласыз. Балықтар. Аптада сіздер ерекше сыншылдық қасиетке ие боласыз. Осылайша жеке өміріңізде беделіңіз артып, мақсатыңызға жетесіз. Жаңа мүмкіндіктерді жіберіп алмаңыз. Істі келер күнге қалдырсаңыз, күткен пойызыңыз келмей қалуы мүмкін. Құрметті көрермендер, сіздерге сәтті күн тілей отыра, бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз.